Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде бүгін 26 ақпан, аптаның жұма күні. Суретке назар аудар. Сурет арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын болжа. Определите сегодняшнюю тему, опираясь на эти рисунки. Бұл кім? Бұл не? Сладкий сөзі қалай аударылады? Дұрыс айтасың. Бұл әже. Бұл айран. Сладкий тәтті. Сонда біздің бүгінгі тақырыбымыз әжемнің айраны тәтті. Бүгінгі күн мен сабақтың тақырыбын дәптерге жаз. Перепиши тему и число в свою рабочую тетрадь. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтінді түсініп оқу, сұрақтарға жауап беруге үйрену. Цель нашего сегодняшнего урока – внимательно прочитав текст, попробовать научиться отвечать на вопросы. Бұл сұрақтарға жауап беру керек. Жауаптарды толық және жазбаша түрде жазамыз. Барлық сұрақтар өткен сабақтың тақырыбымен байланысты. Нужно ответить полным ответом и письменно на эти вопросы. Все эти вопросы связаны с прошлой темой или с домашним заданием. Қалай жауап береміз? Мысалы, например, сен Наурызда ән айтасың ба? Ты во время праздника Наурыз поешь ли песни? Если да, то вы отвечаете: Я үтір. Мен Наурызда ән айтамын. Если вы не поете, вы отвечаете: Жоқ, үтір. Үтір это запятая. Мен Наурызда ән айтпаймын. Келесі сұрақтарға өздігінен жауап беруге тырыс. Екінші сұрақ. Сен Наурызда өлең жаттайсың ба? Учишь ли ты стихотворение? Үшінші сұрақ. Сен Наурызда билейсің бе? Танцуешь ли ты? Төртінші сұрақ. Сен Наурызда сурет саласың ба? Рисуешь ли рисунок во время праздника Наурыз? Бесінші сұрақ. Сен Наурызда ойыншықтарды бояйсың ба? Разукрашиваешь ли ты игрушки во время праздника Наурыз? Және соңғы сұрақ. Сен Наурызда ұлттық ойындарды ойнайсың ба? Играешь ли ты в национальные игры во время праздника Наурыз? Нужны только ответы. Вопросы мы не пишем. Сұрақтарды жазбаймыз, тек қана жауап керек. Келесі. Жаңа сөздерді тыңда, оқы, қайтала, сөздік дәптеріне жаз және жатта. Прочитай новые слова, прослушай, проговори, запиши в словарь и выучи. Айран, кефир. Ішемін, буду пить. Ішпеймін, не буду пить. Ірімшік, сыр. Сүзбе, творог. Ас болсын, приятного аппетита. Тағы бір рет қайталап шығайық. Айран. Ішемін. Ішпеймін. Ірімшік. Сүзбе. Ас болсын. Енді жаңа сөзбен сөз тіркесін құрастыруға дағдыланайық. Теперь давайте составим с новым словом словосочетание. Например, вкусный кефир. Дәмді айран. Отталкиваясь от словосочетания, составляем предложение. Мен дәмді айран ішемін. Я пью вкусный кефир. Келесі. Бұл жіктік жалғаудың қаншалықты меңгергеніне байланысты. Көп нүктенің орнына жіктік жалғауды немесе жіктік жалғаудың
жалғауын жалғау керек. Это проверка знаний на тему личные окончания. За место многоточия вы подставляете лицо, например, я, ты, вы, он. И либо же окончание первого лица или второго лица. Мысалы, айран ішемін. Мін қандай жақта жалғанады? Дұрыс айтасың. Бірінші жақта. Мен айран ішемін. Қалған сөйлемдерді дәптерге жазып, өзін толықтырып жаз. Сен айран іше. Вы пьете кефир, он или она пьет кефир. Бұл тапсырма жазбаша орындалады. Это задание вы делаете письменно. Соңғы тапсырмалардың бірі әр қатардағы артық сөзді тап, себебін тап. В каждом ряду есть слово, которое лишнее. Определите это слово и скажите почему. Это задание вы можете сделать между собой или отправить в эти аудиофайлы. Айран – кефир, süt – молоко, алма – яблоко. Дәптер – тетрадь, кітап – книга, шырын – сок. Келесі қатар. Ата – дедушка, әже – бабушка, тәтті – сладкий. Ақ – белый, қызыл – красный и дом. Суретке назар аудар. Суретте кімді көріп тұрсың? Бұл бала. Баланың аты Әлібек. Бұл әже. Бұл ата. Ал бұл кім? Бұл қонақ. Қонақ – это гость. Кішігірім мәтінді оқып көрейік. Әженің сөзі. Әлібек, ұлының, айран ішесің бе? Әлібек, иә, әже, ішемін. Әже, міне құлыным. Әлібек, айран өте дәмді. Рахмет, әже. Әже, ас болсын құлыным. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беруге үйренейік. Қызыл сөзбен берілген сөз бұл сұрақ. Сұрақты жауаппен алмастыру керек. Теперь давайте попытаемся ответить на вопросы. Слова, которые выделены красным цветом, это вопрос. Вам нужно вопрос заменить ответом. Мысалы, Әлібек не ішті? Что пил Әлібек? Вместо не то вы должны подставить слово. Әлібек қандай айран ішті? Әлібек какой кефир выпил? Үшінші сұрақ. Әлібекке кім айран берді? Кто дал кефир Әлібеку? Также выполняем письменно. И тапсырмасы. Домашнее задание. Домашнее задание вы можете сделать устно или же письменно, на ваше усмотрение. Бірінші сұрақтарға жауап жазу керек. Сен айран ішесің бе? Пьешь ли ты кефир? Айранның дәмі қандай? Какой же на вкус кефир? Айранның түсі қандай? Какого цвета кефир? Айран пайдалы ма? Кефир полезный? Бұл үй тапсырмасы. Тағы бір рет қайталаймын, үй тапсырмасын жазбаша немесе ауызша жасауға болады. Бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймыз. Міндетті түрде барлық тапсырмаларды орындап, маған жіберуді ұмытпа. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.